Атырау мұнай өңдеу зауытының реконструкциялау және жаңғырту жобасы бойынша қазіргі сәтте іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Барлық қондырғылардың пайдалануға берілуі К4, К5 маркалы мотор отының өндіру көлемін арттырады, сонымен бірге мазут өндірісі азаяды. Зауыт қуаты қазақстандық мұнайының жылына 5,5 миллион тоннаға дейін өңдей алады. Жаңғыртудан кейін мұнай өнімдерінің қосымша көлемі жоғары октанды бензин тәулігіне 2800 тоннаға артық шығарылады, дизель отыны тәулігіне 900 тоннаға артық өндіріледі. Интеграцияланған газ-химия кешенін салудың бірінші кезеңінде қуаттылығы 500 мың тонна полипропилен өндірісі жүзеге асырылуда. China National Chemical Engineering компаниясы EPC мердігер болып анықталды, несиелік қаржыландыру тартылды, өндірісті шикізатпен қамту мәселесі шешілді. Құрылыс аяқтау мерзімі 2021 жылы, құрылыс кезеңінде 3 мыңға жуық жұмыс орны құрылатын болады.